Түн еді, шамамен сағат 2. Алматының шет жағында қала ұйқыда жатқан, бірақ такси жүргізушісі Жандос үшін бұл түн жай ғана кезекті жұмыс ауысымы еді. Кенеттен тапсырыс келіп түсті. Мекен-жайы ше. Ескі тастанды аурухананың жаны. Жандос аздап күмәнданды, бірақ тапсырыс қой. Ол барған кезде фаралары қараңғылықты жарып өтті де, жол шетінде тұрған бір бейнені көрсетті. Бұл аппақ киінген әйел еді. Қолында ескі тозған сөмке бар. Сөзсіз артқы есікті ашып, ішке кірді де, сыбырлап қана үйге апарыңызшы деді. Жандос сәл қобалжып, көлікті айдай бастады. Біраз уақыт екеуі үнсіз отырды. Сосын ол әйелден мекен-жайын сұрамақ болып бұрылды, бірақ әйел тек алға қарап отыр екен. Жандос оны айнадан қарамақ болды. Сол сәтте қаны қатып, жүрегі зу ете қалды. Әйел орнында отырған, бірақ айнада ешкім жоқ еді, орын бос. Сол мезетте фаралар жыпылықтап өшіп қалды. Қозғалтқышта тоқтады. Көлігі өшіп қалды. Жандос шошып, артынан жалт қарады. Орындық бос, әйел жоқ. Тек орындықта қалған дымқыл із және ескі әтірдің әлсіз иісі ғана. Келесі күні әлі есін жия алмай, Жандос болған жайды жергілікті тұрғындардан сұрады. Сонда бір қария мұңайып, 10 жыл бұрын түнгі ауысымнан үйіне қайтып бара жатқан мейірбике дәл сол жолда көлік апатынан қаза болған еді. Содан бері айтады ғой, оның рухы сол жерде жүреді екен, әлі де үйіне жетпек болып деді.